Қордай ауданына қарасты Кенен Әзірбаев ауылында ақын ғұмырынан сыр шертер мұражай бар. Мекемеде бүгінде аңыз тұлғаның өміріне қатысты мыңдаған мұра сақталған. Әріптестеріміз киелі орынға табан тіреп қайтқан еді, сюжетке зер салайық. Әйгілі ақын, сазгер, күйші, жырау, әнші Кенен Әзірбаев 1884 жылы 19 маусымда қазіргі өз атымен аталатын ауылда туған. Ғұмырында 100-ден аса ән шығарып, сөзін жазған талант алғаш 10 жасында қолына домбыра алып шырқай бастапты. Ал 11 жасында өзінің тұңғыш әні «Әри қойым». 13-шінде атақты Бозторғайды шығарады. Сондай-ақ 200-дей лирикалық, дидактикалық арнаулар мен толғаулардың авторы. Оның репертуарында ондаған эпикалық жырдастан болған. Бүгінде аңыз тұлғаның туған топырағында мол мұрасы сақталып, мұражай төрінен орын тепкен. Ақын атамыздың мұражайы 1981 жылы 14 сәуір айында ашылған. Содан бері міне жұмыс істеп келеміз. Ақын атамыздың мұражайында 4000-ға жуық жәдігер бар. Құнды жәдігерлері өзінің әрине шығармашылығы және де шапандары, киген киімдері, жамылған көрпе жастығы, домбыралары, көне дүниелері. Құнды жәдігерлер қатарында ақынның 10 жасында алғаш ұстаған домбырасы да бар екен. Мамандардың айтуынша мұражайға туристер, оқушылар мен гвардейск гарнизонның сарбаздары жиі бас сұғатын көрінеді. Нұрбақыт Мұсатилұлы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.